таптадым. Есігі тек қағына тойға ашылып, жақсылықтар бола берсін, амандық, саулық болсын. Қосағымен жастар қоса ағарып, үбірлі-шүбірлі болып, ата-анасының қуанышы бола берсін. Аллаху акбар. Бүгінгі қуанышты күннің Абдырзақтың үйінде ұлан асыр той болып жатыр. Шаңырағына шаңырақ қосылып жатыр, айналайын. Екі жастың тіккен шаңырағы биік болсын, керегесі кең болсын, босағасы бекем болсын. Екі жасқа тілейтінім, айналайын. Бағдәулетке үлкен жоғаржықтан тақ берсін, келінімізге бақ берсін, Жамбыл атаңның жасын берсін, өлшеміз малмен бас беріп, қосағымен қосағап, ұлдары оншақты, қыздарын оншақты той ұласын. Бүгінгі түсіп атқан жастарымыз бақытты болсын. Әбдіразақ пен Айжанның бірінші қуанышы ғой, қуаныштар қуанышқа жалғаса берсін. Құдалықтар құтты болсын, құдалыққа барып келдік, рахмет бәріне. Тек осы үйге тойға келейік, жақсылыққа келейік. Екі жас бақытты болып жүре берсін. Құда қаласа енді бес той болсын. Ақтарасын, қыдырдарсын, кетпес тәулеткен бел берсін, аман сақтап әбер берсін. Осы үйде әр уақытта той болсын, екі жас бақытты болып, өссін, пәлеп жетсін. Осы үйде әр уақытта тойларға жақсылықтарға келе берейік. Бүгінгі той құтты болсын, қайнаға мен абысымның қуанышы еселеніп, тойдан тойға жалғаса берсін, екі жас бақытты болсын.
оқтау ұстаған бала сен ар жағына тұрасың. Сосын мына оқтаудан Бақдәулеттің достарынан біреуге ұстатайықшы, үйленгісі келіп жүрген. Желаниясы бар, шыдай алмай. Ұйқысы таңғы сағат 4:30-да келетін. Мына бала әлі жап-жас қой деймін да, бұл әлі есейгенше неше оқтау ұстайды ғой. Просто оқтау ұстаған бала ар кетсе 3 күнде үйлену керек екен. Ал, ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Сәлем сөздің анасы десе баршаңызға алдымен сәлем беріп бастаймыз. Қазағым өзі сондай ұлыққалық, қуаныш мерекені ұмытпалық. 12 Сергелден тараған қара көңірдек елі, соның ішінде Шәріпбаев Дәулеті той бастады. Көрмеген бір есігі құлыптанып, Әбдіразақ ағамыз ата болды. Бірақ әлі келбеті жігіт қой береді ғой шілік шағып. Айжандай әпкемізді ене болды, ағайынның ардағын біліп танып. Бақдәулет балдарыңыз міне қолына құсын қондырып, алтындай келін алып келді шаңыраққа. Сол келіннің қадамы оң болсын, Бақдәулет бақытты бол деген бір шын ниетпен беташар тойды бастаймыз. Жақсылар бір шапалақ ұрып барып деп отыр. Әбдіразақ ағам қайсысы? Әбеке той құтты болсын енді, кішкене түріңізді көріп қойыңызшы. Айжан қайсысы, Айжан? Енесі қайсысы, енесі? Келін алып атқан. Екеуіңіз ба? Құтты болсын сіздерге. Алғаш қуаныш па, алғашқы? Бәрекелді, балдар бақытты болсын. Алла қаласа Бақдәулеттің басына қонған бақ болсын. Қазақ айтады, бақты Құдай береді дейді, бірақ бапты жұбай жасайды дейді да. Сондықтан Бақдәулеттің басына қонған бағы болып, бабын жасайтын азаматша болсын дейміз келіндеріңіз. Әбеке сізге құтты болсын енді. Сіздің іштей қуанып жүргеніңіз сезіп тұрмыз. Себебі келін алғанда енеден қарағанда қайната қатты қуанады екен. Бір адам болса сөзім сөйлейтін адам келді ғой деп. Неге десең, екеуі өмір бақи бірін-бірін сөзін сөйлеп кетеді екен. Өйткені екеуі бір адамнан зәбір көреді деген екен да. Бірақ Құдай сақтасын, Айжанның реңіне қарасаң, зәбір беретін адам ұқсамайды. Осы келген келін Айжандай болсын дегендер шапалақ ұрайықшы, бола ма? Айжандай болса. Рахмет. Өзіңіздей болсын. Өзіңіздей болсын. Сосын жаңа Қазақстан деп жатыр елбасы. Жаңа Қазақстанда да осы тойдың саласында да бір жаңарған дүниені бір ауыз айтып кетейін ағайын сіздерге. Бұрындары міне кеше келінді ұзатып алып келді. Бұрындары осында келінді ұзатып алып келгенде, сол қыз жақтан қызды ұзатып жатқанда ағалары көтеріп салатын еді. Қазір ондай жоқ. Дұрыс па? Кейін қолын сұрап барған жігіт көтеріп алып кететін еді. Оны да жайлап алып тастадық. Көш жүрет деп, бәріне ортақ қылып, әзір ешкімді көтермейді. Қолын сұрап барған жігітпен қолтықтасып бірге шығатын болды. Неге? Өйткені әр түрлі салмақты қыздарға кездесіп қалдық. Сондықтан бәрін бірдей қылдық. Ал енді мына бет ашарда өзгерген нәрсе. Сіздер білесіздер, бұрындары бет ашқан кезде бет ашқан жігітке сүйіншілеп аштың ғой. Мынау елдің саған көрімдігі саған деп беретін еді. Қазір бет ашқан балаға бермейді. Сондықтан мына той үйесіне қалады, көңілден шығарып сала беріңіздер. Бірақ нәрсе бар айтатын. Осы жерді сәл білмейді екенбіз. Енді оны да көш жүре түзеледі деп, енді жайлап соны білдік. Бірінші бет ашарда әруақтар айтылады. Әруақтар айтылады. Ал енді әруақтарға келін сәлем бергенде той иесі келіп ақшаны мынаған салады да, өзінің әруаққа салған ақшасын біраздан кейін өзі қайтып алады. Сол жер дұрыс емес екен. Мүмкіндігінше әруаққа деген кезде тамадаға, камерашыға беру керек екен. Сен біреуге беру керек екен да, сен әруаққа деп атап тұрсың ғой оны. Басқа біреудің ағаны дұрыс екен. Сол жерінде кішкене ұмытпаңыздар айтып. Ел болғаны кейін естіп жүресіздер, естігенімізді айтайық деп жатырмыз да. Рахмет. Ал ағайымна қуаныш құтты болсын. Деген кезде қазір деп бірдей көңіл күйдің қандай екенін білейікші бірінші. Егер көңіл күй жақсы болса, онда бет ашарды бастаймыз. Ағайым
ағайын әдеңе сенің жарайын әуелі бастан бастайын асықпайын саспайын ағайын мен туысты таныстырып тастайын халқыңа әсем дана бер алғысын елдің ала бер атына атап өтемін келіні сәлем сала бер өтсе де жыл ғасырың ешкім ғұмыр болмайды әруақтарға сәлем бер бір алла сені қолдайды қолда бары да тартынба жұма сайын барыңдас өлі риза болмаса тірі ешқашан байымас аталардың батасы ұрпағыңа жарап тұр әруақтарға сәлем бер алдыменен иеліп деп ал айналайын келінжан алдымен осы өлеттен өткен Орынбай Қажатаңыздың аруағына Ұлжан апаңыздың аруағына Ештай атамыз Мейірхан апамыз Шалғынбай атамыз Зина апамыздың аруағына нағашы атаңыз Еркінбек атаңыздың аруағына аты аталған аталмай қалған дүниеден өткен марқұмалардың аруағына арнайы қос сәлем салып қойыңыз көп жаса дегендер ғана қол соқсын аруақтар үшін қос сәлем ау болды рахмет аумин алла Абдыразақтың өмірін ұзақ қыл деніне саулық бер ұрпағының рахатын көрсет анау тұрған Айжанға да Абдыразақтың понятасын бермесін бір қол соқ жөн осқа шабалағана қошемет қайда қайдар Алақанның дауысы естілмей жатыр ғой ал ағайын кәдеңе сенің жарайын аталарым қайда отыр таныстырып алайын анау тұрған аталар да бата бар қолыны жайып бат етсе сізге тиер баталар ал келінжан иіліп аталарға сәлем сал ал келінжан иіліп аталарға сәлем сал ал айналайын сәл шуламайық бір өзімді мен бір өзім аталар балдарға бата беріп жастарға жол көрсетіп қатарына қамқор болып жүрген Батагөй аталардың көшін бастаған Байдуалы атаң, Қарсыбай атаң, Қаппар Сүндет атаң, Тасболат атаң, Жаппар атаң, Мұрат Жүніс Сүндет, Қанат Әлжан Байдулла атаң, Оразымбет Кәрім, Бауыржан, Алхан, Досжан. Аты аталғаны бар шығар, аталмағаны бар шығар. Осы аталарға иіліп 5 сәлем салып беріңіз. Батасы қабыл болсын деп бір қол соғып қояйық ағайындар. Аттамай сезім заңынан, махаббаттың гүл бағынан, шақырсаң құстай зымырап, қасыңнан әркез табыламын, қасыңда болсаң жалығам, көрмей қалсам сені сағынамын, сағынамын, көздеріңнен қарағам, сүйе алмас мендей жаңадан. Жабеге мүмкіндік болса көрімдік салып, сәл отыра тұрайық қайтып. Иіліп сәлем берсен, қарап тұрма салдарға. Сал. Адам келсе сала бер. Байға тек оңай емес қарағым, сал тесіз. Сал. Міне, аталар. Жабырқай көрме жарығым, күнім көзіңді ұнатамын, сен деген мендік жүрексің, жүрегіңді. Сәл отыра тұрыңыздар, қазір үлкенсіздер, бата бересіздер, кішкене асықпаңыздар. Үйге барғанда да осы отырыс қой, кішкене асықпайық. Әсіресе мына апалар жағы, қадірлі ағайындар, шамалы отырып, бір 20 минут қой, 20 минутта осы беташардың бәріміз бірдей куә болайық. Кетіп қаламыз, біреулеріміз шығып аламыз да кірамай тұрамыз. Бекер шықтық, сенің арқаңда шығып кеттің деп. Дұрыс па? Көру керек еді негізі деп. Ал ағайын, қуаныш құтты болсын, жібер музыканы. Әжелер дайын тұрыңыздар, сіздерен билеп келесіздер. Әжелер, апалар, хайда!
жан ашқаным, осы елге қосқаным. Аяулы әжелері бар, сәлем берші жасқаным. Ана тұрған анамыз, алтындай біздің анамыз. Ол аналар алдында бәрі бізде баламыз. Ал келін жан иіліп, әжеге сәлем саламыз. Сәлеміңді сала бер, анадан алғыс аламыз. Сәлеміңді сала бер, анадан алғыс аламыз деп. Ағайналай келінжан осында үлкен әжелердің апалардың көшін бастаған Айхан апаңыз, Жәмила, Күлімхан, Патима, Замира, Гүлби, Нұрсұлу, және де Меруерт, Ұлбике, Гүлнар, Інкар, Гүлнар, Гүлжан, Нұржамал, Роза, Ақмарал, Нұрсұлу, аты аталған, аталмай қалған әжелерге, апаларға жаулығы жұғысты болып, осы кісілердің жолын беріп, осындай ана болам десеңіздер, 5 рет сәлем салыңыздар. Жібер осыға. Қаның қарайсың мөлдіреген көзіңмен, Билеп шығайық. Өңірбек апалар, билеп. бір өзіңе бар сырымды Міне қуаныш, міне қуаныш. қалады тіл байланып ұялғандай өзіңе, бір өзіңе бар сырымды Айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңе, міне апаларым, міне. жолғаласың көптеге келіп кетпеге, сағынышың қайдасың қасыма келер келер, құшақ жайып қарсы алған арманымсың аңсаған, өзің арнап сүйіктім әсем әуенен Биге, 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 апалар ортаға биге, биге. Рахмет. Әже сәл отыра тұрыңыздар. Апа, шамалы отырыңыздар. 20 минутта палау ашып кетпейді, Құдай сақтасын. Жібер мұзға. Қол соғып қояр. Ей! Той иесіне шабалап бар ма? Той иелеріне. Öyle. Мұнда келіні зейінмен айтылған сөзім өнеге, қынжылмай қызмет ете бер, көпті көрген көнеге. Әдебіңмен тіл қатып, ауырлап сөзін елеме, иіліп сәлем бере қой, қайнатаңдай төреге. Әдебіңмен тіл қатып, ауырлап сөзін елеме, тағы да сәлем салсайшы, Айжандайын енеңе. Ал келін жан сәлем бер, қайната мен енеге. Мен шақырған жоқпын ғой әлі. Адам ойын бұздыңыз бекерге. Нанда, апа, сәп отыр. Не салдыңдар, сумкасына қарап атыр. Өзіңіздің туған қайнатаңыз бүгін ата болдым деп ағынан жарылып, Бағдәулет балам бақытты болсын, балапаным сұңқар, тайым тұлпар болды деп тұрған Әбдіразақ атаңызға осы көпшіліктің көзінше 2 рет сәлем бересіз. Бірдей қол соғайықшы. Бір атасына, 2 атасына. Рахмет. Енді салыңыз, маған көзіңе қалады, сала бер. Қой құтыласың, міне. Рахмет. Әбекеңде пысығай, ырзамын. Жігіттің пысықтығы осыдай ақ болсын. Жаңа бүтін 20 мың алып жүреді, майдалап үлгеріпті ғой деп адырымда. Той құтты болсын. Ал енді, Айжан деген енең айналайын. Осы Айжанның алғаны адал болсын деп шын тілеулестер болса, қол соғасыздар. Өз енеңіздің жолын берсін десеңіз, 3 рет сәлем саласыз. Ал шынымен алғаным адал болсын десеңіз, сіз билеп келесіз. Мен сіз үшін ән салам. Ол ән мына ән. Айда! Анашым тойла бүгін тойыңда, анашым өзің күнім айында, десте гүлдер, гүлдерім Шабалақайда, қошемет қайда? Көріме отырғызу ойымда, десте гүлдер. Рахмет. Айжан, бұлай қылайық, бұнау болмайды нау. Дым өтірік та бұл. Бұнау қуаныш емес қой, қуанып келсе та 1 рет сал. Шабалақайда, Айжан дегендер қол соғаршы. Күздің жауын ана, жанарым, мені ойландыра сенің қалауың, сүйімдеуге сені ұялғаныңнан, мөп-мөлдір көзіңді. Не елдің қызын алдыңыздар? Не елдің қызы келін? Албан. Албанның қызы келе салып, Батырдың қызын билет жіберді деп отқан жоқсыздар ма?
O quvonishdan biylep atır aqay. Biroq ko'pchilikning ko'zicha tushunma. Elden lıpılda kopmaydı. Rahmet. Rahmet. Osa kelgen kelinge kara göngürde gelinin yesi getsin. Digindir kolsa koyakşı yesi getsin. Osa kelin osa ülette Ayşan'ın jolun berip bakıt edip kelesi жылы Abdurazak ben Ayşan'ın nemeresinin besi toyuna geliu nasip etsin digindir kolsa koyakşı nasip etsin digindir. Rahmet. Abege Allah sol günge jetkizsin. Niyet pendeden bolat, nasip Allah'dan bolat. Şükür dep söyleyeyim. Talay gelin betini açtı. Mına jerde biraz meni tanıydı. Durus pa? Öz men betini açkan gelinler ye ul tuat, ye kız tuat karagım. Sal selam. Yigret selam sal. Ha? Allah sol günge jetkizsin. Şabala kayla. Nagaşыңды сыйлай біл, ақсы düşün ananın. Атанаңды сыйлап жүр, бақыт düşün баланың. Екі елдің арасын, атын қылар нағашым. Нағашылар осында асырайық, ай бағасын. Екі елдің арасын, атын қылар нағашым. Nağaşılar dayımda körümdігін ай saladım. Rahmet. Бұлай қылайық, нағашылар сәл отыра тұрыңыздар, Гауһар апай, сәл отыра тұрыңыз. Бірінші Рабиға апам келсінші, бар ма осында? Бауырет, міне немерем деп, бала балымнан, немере жанымнан тәтті деп қуанып отырған Бағдәулеттің нағашы әжесі Рабиға әжесіне бір қол соғып қойықшы. Арман болып кеткен қар жамылған жапырақ сонда төгілген жолға сол күннен артық күн бар ма алма бақ гүлдерді өшірген күздегі жарасы әжеңе аққу құс көлдегі айдынды соларды тербеді алма бақ гүлдерді өшірген күздегі жарасы Апа саңызшы. Тоқытыз. Мені әжең сәлем салбат. Алла разы болсын. Әже, Құдай қаласа шөберенің алақана май жалаңыз келесі жылы. Шөберенің алақана май жалаңыз. Сосын анау Алматтан келетін өне ме? Жақсыгүл деген әже апа бар еді ғой. Келді ма сол кісі? Келмеді ма? Егер ол кісі келгенде тамадан қыстыратын еді да басы. Тоқытыз. Рахмет, әзіл ғой. Ал енді мынау түп нағашылардан Зебен әпкеміз, Сәкен Жезде, Айсылу әпке, Ержан Ербол, Замира Жадыра атты түп нағашылар болса, сіздерге екі сәлем. Ал енді сүт нағашылардан Рабиға апам айтылды, Жақсыгүл әпкем айтылды. Осы қабатта Бақтияр, Гауһар, Ерназар, Бердияр, Карима, Ержан, Райхан, Қайрат, Олжан, Бағылан, Гүлжахан, Раушан, Жамал, Садық түп нағашы, Мадияр, Салтанат, Шадияр, Назира, Айнагүл, Мұқатай, Испандияр, Гүлнара, Мейірдияр, Ажар, Серік, Жанат, Шолпан, Құдияр, аты аталған, аталмай қалған нағашылар үшін бес сәлем. Билеп шығамыз ба? Дәрігерімсің миллионым, миллиардым, алтын күміс қымбатым менің дәуірімсің, ғасырымсың, қаршымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің миллионым, миллиардым, алтын күміс бриллиантым, қымбатым менің дәуірімсің, ғасырымсың. Ерғали мен Ақмаржан не yapsam ya? Ayba samayadır деп mi? Saldı mı? Ерғали, Ақмаржан кетіп қалды ғой. Рахмет. Кімге? Нағашының атынан әруақтарға дейді. Рахмет, айнанайын. Өзі күлімдеп, жүзі жарық екен көрінір. Ереке мына сіз айт деген екен айттым. Менен емес, көремайтындар көп екен просто. Той құттығыз. Рахмет, әзіл ғой. Ал енді, сізде нағаш жеңгесі емес па? Салсайын? Салсайын? Сал. Ой, қойшы Гауһар әпше келін өз сасында не болды сонша? Берсей? Той құттығыз. Шапала құрып қойайық. Міне,
Алғанша қоймаймын да мен бір жаман жерім. Алғанша қоймын. Сен де дайындыр айналайын келін қаз саласын. Рахмет. Ал енді осы әулетпен қыз алып қыз берген, есік көріп бесік көрген мың жылдық құдалардан Сапар құда, Бибігүл құдағи, Мұхит құда бала, Мақпал әпкеміз, Ғалым, Бердібек, Гүлбақырам, және де Ибрагим, Сайора, Бекжан, Перизат, Бекжан, Салима, Жалғас, Құдаша, аты аталған, аталмай қалған мың жылдық құдаларға, құдағиларға, құдашаларға бір иіліп тұрып келін. 3 рет сәлем берсе, құдағилар көңілмен билеп шығайықшы. Бар ма осына құдағилар? Әне! Қолдарынан бір кесе шай ішкім келеді. Қол ұстасып құдалар. түскім келеді. Саған ғашық жігіттердің көздерін қуанып келе жатыр. Ердібек аға. Қолдарынан бір кесе шай ішкім келеді. Қол ұстасып суретке де түскім келеді. Маған ғашық қызғаның көздерін. Апа, сәл отыра тұрыңыз. Аспаңыздар. Алла разы болсын. Атыңыз кім еді? Гүлбара құдағиға бір қол соғып қояқшы. Жіберіңізге. Гүлбара құдағиға. Айт келін, айт келін, қызға мүндені қайт келін. Айнагүлдің баласы Мұқатай келді дейді, бірақ самай өтіп кетті деп жатыр. Кеш. Шабалақ. Міне, шүкір деп айтайын. Міне, осы бала үйленгенде де бетін мен ашқам, я? Алла разы болсын. Міне, Алла разы болсын. Той құтты болсын. Ал енді әрмен қарай мынау әпке жезделер, бөле жиендер дейді. Нағыз жанашырлар деп қойыпты. Ақназар, Жәмила, Қошқарәлі, Замира, Мейірбек пен Әсел, Сағынғали, Ләзат, Абылай, Мөлдір, Ыбырай, Гүлмира, Қуаныш, Майра, Қуат, Әлия қайда, Бексұлтан мен Арайлым бар ма, Ғалым менен Гүлмаржан, жақсының ізін жалға, әпше жезде, қыз күйеу, жиен бөлілер болған болса, сіздер үшін сүйіншіліп, 5 сәлем келін салсын, көрімдік алып алға деп қарсалайық. Және де болса өлеттің жиені ер нағашыға тартады деген мына өздеріңізде елдің азаматы. Аллаға шүкір бүгінде үлкен басшылықта біздің Абылай мырзаға бір ерекше 5 сәлем деп қояқшы. Жүректен толғадым, үміт отын жалғадым, осы әнді арнадым. Жеті қайта талдадым, жігін таба алмадым, бірін ғана таңдадым. Абылай келмеді ма? Жаңа жүрген еді Абылай қақта? Сап қойдыңыз ба әбеке? Кешіріңіз, байқамай қойыптым әбеке. Әбекең білетін шығарсызда, ер нағашыға тартады. Аллаға шүкір, әрбір азамат осы Абылайдай ақ бола берсін. Өте пысық азамат, тындырымды тірліктің тұтқасын ұстаған, өлшеулі өмірінде өшпейтін із қалмаса да, еңбегін елге арнаған жігіт. Сасай сәлем, не ақпарат? Не шешең дей ма? Әзіл ғой. Абылайдай бола берсін. Абылай енді өзім жақыным болған екен, кішкене әзілдесіп жатырмын енді. Өз кішкене жақыныма болған екен, кішкене бұрып әзілдеп жатқан. Сосын жаңа келін сендер кішкене иіліп сәлем беріңдер. Әсіресе мына екі жағындағылар, сендер салсаңдар, олар салады жаңа келін. Сәлемнен ығыр шыққан адам құсап, менімен ұрысып тұрсыңдар. Айтылса әзір шын күнім, ұрысыңды кеп сайлама. Қолымнан келсе ешкімге, еш жаманды ойлама. Рахмет, тоқташы. Қайтып атсыздар ма? Келесіздер ма? Мен енді пародия жасап атқан жоқпын, панограмма айтып атқан жоқпын, жанды дауысты айтып атқан. Кез келген жерінен тоқтата салам. Не әкетіп атсыңдар деп сұрай салдым да мүмкін просто. Той құтты болсын.
Рахмет. Әзіл айтылса шын көріп, ұрысыңды көп сайлама, қолыңнан келсе ешкімге еш жамандық ойлама, қабір жысан қаймықсаң, қамқоршы болар қайнаған, бауырдың қамын ойлаған, бүгін Бағдәулетім үйленді деп, арқа сүйер аға боп қалталарын сайлаған, бір топ қара көңірді келінің азаматтары қайнағаларыңыз үшін 5 рет сәлем бересіз. Сосын абысындар үшін 3 рет сәлем бересіз. Осы абысындардан өтсең бақытты болып кетесің. Ең апасы Гүлмира дейді. Есіңе сақтаған атсын. Әзіл ғой. Әбдірәсіл Гүлмира, Айтбай Гүлажар, Асан Үсен, Айгүл Берік Лиза, Берік Ұлданай, Жамболат Динара, Есімхан Балнұр, Нұрболат Ұлжалғас, Өсер Әсем, Сейтжан Әсел, және де Серғазы Гүлнұр, Қуаныш Нұрсұлу, Есенбек Нүрия, Рәзия аты аталған аталмай қалған қайнаға абысындар үшін 5 сәлем жібер мұзға. Ayağının жайма шулап, күн ашып тұрған кешіңде, бірге жүрсем арманым жоқ, егер сөзің есімде. Рахмет. Қайсысы Раушан Аман деді ма? Раушан Аман Самат деді ма? Аталмат деді ма? Қайнаға абысындарға шапалақ қайда міне Раушан жеке қайнағалар келе жатыр. Қайнағалар Алла разы болсын. Біздің Бағдәулеттің арқа сүйер ағалары. Сол сөзімді ұмыттым ба, ұмыттың ба нәзігім, жалғыз тастап кеттің қайда, бар ма менің жазым. Тәте, ана кісілер кіргізсеңізші. Кіргізсеңізші меға. Той өзіміздікі ғой, біреудің той емес. Сәл кіріп отырайық та, я? Қайқа кетіп отыр? Түсіме, әнерге барып тұрады. Ішке кіре сағанда болар ме? Салқын тұрады. Неге бұның бәрі жас көрінеді ғой? 75 деп ешкім ойламайды. Қараңыз. Жас. Түріне қарасаң 76-лар сияқты. Мына жақта 75-дің үйінде келіндер ғой, жеңгелер, той құтты болсын сіздер, апа болғандарыңыз құтты болсын. Сіздерді айтамыз, мына 75-тер қазір бір былай қылып шығамыз. Келін біздікі, той біздікі, құдалық біздікі, қуаныш біздікі. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап жатармыз. 8-іне дейін дәл осылай тойлаймыз десеңіздер, билеп шығасыздар. Яғни Қуаныш, Айнұр, Қазыбек, Серік, және де Нұрмат, Әбдімәлік, Нұрлан, Әбдірашид, Ержан, Мұхаммеджан, Нұрдәулет, Ербол, Үрзия дейді. Қуаныш, Құндыз, Арыстан, Назира, Ахат, Асқат пен Жанка, Полат пен Сәрсенкүл, Нүркен, Баян, Ербол, Қуаныш, Ержан, Гүлжан, Әкім, Айсұлу, Нұрлан, Меруерт, Талғат, және де Тимур, Айжан, Серік, Зарипа, Нұржан, Гүлжан, Болат, Айсара, Бақыт, Гүлжан, Айжан әпші, келіңізші, класстастар билеп шығып салады. Бір билейікші ортаға. Аталар, апалар үшін, атаңның достары үшін. Ес сәлем. Барыңды бағала, Билеп. Достар. сағындырар соз. Шашулар қайда, шашулар. Мен саған асық сыртыңнан қарап, сен сұлу едің, бірінші махаббат. Сен өзен іздедің, сезімім сарабат. Билеп. Мен саған ғашық едім, бірінші махаббат. Сен өзен іздедің, Билеп. мен саған ғашық едім, бірінші махаббат. Тоқтаңыздар да, мен бір нәрсе сұрайын. 75-тердің ер азаматтары біраз шықты. Сіздер азғантай ақсыздар. Еле олардың жартысы бойдақ ба? Рахмет. Сосын Тимур деген қайсысы ағамыз? Тимур ағамыз. Әрі көрші, әрі құда, әрі кластас. В общем, қай жағынан келген өзі білмейді деп отырмын. Бар ма? Тимур. Бір қол соғып қояқшы. Тимур ағаңа. Бар ма осына? Қаншама ғашық
Мен маған хабарлама солай келді. Тимур атасына тағы сәлем салдыр. Ол өзі көрші болады, өзі класстас болады, өзі құда болады. Жалпы кейде қай жағынан келіп жатқанын өзі білмейді деп. Той құтты болсын. Рахмет. Тимур ма деп қаптым ғой. Ал енді айналайын келінжан осында осы түскен елің қара көңірдегі елі болса, осы елдің яғни ағайыннан артық болған көршілері келіп отыр. Және де тату болған ұжымдастары келіп отыр. Атап айтатын болсақ, Әбдіманат, Насиба, Айзада, Бейбі, Тұрсынай, Лола, Данияр, Нағима, Жадыра, Тұрғын, Фарида, Тимур, Айжан, Рая, Үсем, Мейірбек, Нұрсұлу, Айгүл, Жұлдыз. Көршілер үшін 5 сәлем. Ұжымдастардан Әуез, Мұрат, Әзиз, Самат, Ержан, Семсер, Ғабит, Елбұрыс, Айгүл, Мадина, Ділшат, Самат, Төлеген, Ерлан. Нәт кетіп атсыздар мені? Көршілер үшін, ұжымдастар үшін арнайы қос сәлем. Жіберіңізге. Кетпейміз осы бір әдемізден кейін. Арнайы батасын айтып боламыз. Ақ гүлім мәңгі, өзіңдей жанды, бір көргеннен ғашық болып ұнату заңды. Күнім деп қана, дидарыңа қараймын, күнім деп қана. Ақ гүлім мәңгі, өзіңдей жанды, бір көргеннен ғашық болып ұнату заңды. Күнім деп қана, дидарыңа қараймын, күнім деп қана. Тоқтатшы, не істеп жатсыңдар, адам зорға жинап жатқанда. Алдың ба, салдың ба, не қылдың? Апа, сәл отыра тұрыңыздар. 2 минутта бірге шығамыз. 2 минутта. Кішкене асықпаңыздар. 2 минут. Сәл асықпаңыздар. Әбет шуге келген жоқпыз ғой, сәл той тамашалайық деп келдік. Сәл отыра тұрыңыздар. Ал енді айналайын келінжан осындай ерке бала, ерке қыздар үшін иіліп сәлем бер. Мырзағаларың, осылар үшін ашыласын, осылар үшін шашыласын. Осы әулетке үйреніп алсаң, осы қыздарды Құдай қаласа Албанның ауылына қарай өзің ақ қашырасын. Жеңіс бар, Айдана, Алмагүл, Ердәулет, Жұмадәулет, және де Ақ Кенже, және де Ақ Серім, Жанерке, Айсана, Жалия, Жан Сезім, Бегасыл дейді, Бекболат, Айсұлтан, Ерболат, Біржан, Айжан, және де Әлжан, Жасұлан атты бір топ ерке бала, ерке қыздарға 2 сәлем салдыңдар. Қош әмірқұла. Міне, қайнылары, қайын сіңілері. Рахмет. Ал енді үйленіп атқан бала нешінші жылғы дәде? 98 ба? 98-дер орнымыздан тұрайықшы. Бағдәулеттің достары, міне 98-дер. Енді ешқайсың аттарыңызды жазбапты. Мен біртіндеп шақырайын десем, есімдеріңізді білмеймін. Сондықтан жалпы Бағдәулеттің достары үшін 5 сәлем деді. Бар ма? Достар. Бір әдемі әнмен шығайықшы. Достар үшін 5 сәлем. Өнердің көп қой заңы, қызықтың алды бәрі. Қарап тұрсам тағы, достарым өмір сәні. Достар, өшек тұрыңыздар, сәл кетпей тұрыңыздар, батаның ішінде болайық. Достар, Алла разы болсын. Міне, біздің Бағдәулеттің достары. Мына жігіт салды ма? Салдың ба? Байқалдым. Міне, қараңыздар. Таудың тасындай азаматтар, Бағдәулеттің достары. Досың қайсы деген кезде міне деп көрсетіп мақтануға лайықты достар. Дұрыс па? Әркімнің досы осындай болсын. Бағдәулет, сәл бер жақындашы. Бағдәулет бақытты болсын дегендер бір қол соғып қояқшы. Бағдәулет бақытты болсын дегендер. Рахмет. Красавчик, бақытты бол. Міне достарың ба, класстастарың ба? Класстаста, доста бәрі бар ма? Онда мына жерге кел. Сенің қандай досыңның өзің банкіге қарап тұрасың, қайсысы досың екен байқайсың. Егер сенің досың дегендер та бір рет салады. Кім досы, та бір рет салайық. Себебі достарың күніге үйленіп атқан жоқ. Жібер мұзға. Каспий ма? Біразында Каспий ма? 700-ге
Азыл ғой. Бағдәулетке салып жібере салыңыздар, ол да бір қуаныш. Бұда тұрған еш нәрсе жоқ. 1-2 мың теңгемен ешкім байып қалмайды. Бастысы көңіл. Дұрыс па? Достарды мен неге жібермедім? Достардың бір ақшасын алғым келген жоқ. Достарға батаның ішінде болыңдаршы дедім. Қазір бір қария бата береді. Сол батада болып, осындай бала үйлендіріп той жасау сендерге де жұғысты болсын. Я? Онда былай қыламыз. Мына тұрған жаңа түскен жас келін иіліп осы көпшілікке, қалған көпшілікке сәлем береді. Көп жаса дегендер бір рет қаттырек шабала құрыңыздаршы. Көпшілікке бір сәлем. Болды. Сосын Қаракөңірдік деген атаның әруағы разы болсын. Осы Қазақстан төңірегіндегі бүкіл Қаракөңірдіктер үшін бір сәлем салдырсам бола ма? Бүкіл Қаракөңірдіктерге. Болды. Өзбекстанда Қаракөңірдіктерге бір сәлем салып жібер. Россияда Қаракөңірдіктерге. Фурамен кеткендер бар шыға дедсің. Той құтты болсын. Енді келін бетін ашам. Анан шешіп жіберші. Мынау кім? Оқтау ұстаған баланың аты кім? Жасылан ба? Кел Жасылан. Мына саған Құдай қаласа осы қуаныш жұғысты болсын. Мына орамалды ала сал. Сен саған да осы жұғысты. Ана басындағы ақшаны да қалтаңа сабал. Ал енді келін Айжандай болсын ба дегенде сіздер болсын дедіңіздер. Яғни Айжандай болсын дегендер шабала құрайық. Егер Айжандай болсын десеңіздер, мен маңдайын Айжанға сүйдірем бірінші. Айжандай болсын ба? Шабала қайда? Қатырек қол соғайық. Айжандай болсын дегендер. Рахмет. Айжан әпшіл, сіз не бір түрлі болып жүрсіз? Әлі кірпік қойдырғасыз ба? Кеңші. Той құтты болсын. Бір әйелдер сондай бір түрлі болып болады. Неден десем, кірпіктен болады екен ғой. Кірпік қойған кезде бір 3 тамыр тартады екен да. Содан көз қайта-қайта жұмылмайды екен. Бір жерге қараса қарап тұра беретін болып қалады екен. Кеңсі. Бері өтіңіз. Той құтты болсын. Не жыл болды келін болып, осы келіп, осы әулетті көбейтіп жатыр. Бір 20 жылдан асып кетті ау, 30 жыл болып қалды ма? Айтпай, көз. Үлкеніңіз ба үйленіп жатқан? 30 жыл болса әжептәуір болып қапты онда. Келін қаттырек демалып ал. Бір 3 рет қатты ауа жұтып ал. 30 жылдан кейін түрің қандай болатынын көресің, кеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен келін бетін мен ашам. Біреулер айтады, енесіне аштырайық та дейді. Не қыласың деймін да, мен ашуға келдім ғой, мен ашайын. Келін бетін кім ашса сол ыстық көрінеді деген. Ертең сол Айжанды көріп ыстығы түспейтін болып жүрген жақсы ма деп атырмын да. Өзім ашайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Айжан маңдайынан 1 рет сүйес, таңдайынан 2 рет түкірес, кетеді жолыңызбен. Болды. Мына бер жағындағы, ар жағындағы келіндерді бір-бір сүйіп қой, прокатқа келген жоқ қой, бір түрлі болып қалды. Рахмет. Ал енді мына батырдың қызының қолында жүргеніне, мына оқтаудың бүгін 30 жыл болыпты. Арманды жоқ шығар еді оқтаудың. Бірақ батырдың қызының оқтауды адал ұстағаны көрініп тұр. Бір жерінде жаңқа жоқ, жып-жылтыр. Дұрыс па? Енді осы оқтаудан біздің Айжанның құтылғаны құтты болсын дейміз. Келін қабағың өмір бақи ашық болсын. Қабағы ашық келіндер, ашуланбайтын келіндер, күліп шай беретін келіндер бұл өмірде мәңгілік бақытты болып кетіп жатыр. Мынау тұрған қасиетті оқтау енеңнің қолында 30 жыл болыпты жүргеніне. Бүгіннен бастап енең оқтауды ұстамасын. Осынша көпшіліктің алдында эстафета 30 жылдан кейін батырдан албанға өтіп жатыр деп бір қол соғып қойыңыздар. Шабала қайда? Рахмет. Екі қолмен берсе, әжептәуір автомат тапсырған ұқсамай ба? Әжептәуір берсе. Рахмет. Той құтты болсын. Ал енді аумин деп бір бата сұраймыз. Қария бір бата беріңізші. Аумин. Ағайын бір қол жайыңыздаршы, қария бір бата берсін. Аумин. Бақытты болсын деп бата беріңізші балдарға. Аумин. Абдыразақ, келген келініміздің қадамы құт болсын.
өмір жасы ұзақ болсын. Соның рахатын көруге сендерге Алла Тағала нәсіп етсін. Дастарханың мол болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, дені бастарың сау болсын. Мынау келген келініміздің Құда қаласа нағызғы үйіне келіп отыр. Келген қадамы келініміздің құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын, дені басы сау болсын. Елдің қамқорлы азаматы болуына Алла Тағала нәсіп етсін. Не тілесеңдер жақсы тілеулерің қабыл болсын. Бәле желеден жаманнан Құдайым аулақ қыла берсін. Аллаху акбар. Ата, батаңыз қабыл болсын. Мына жерден өтіп шығуда қиын екен бір атама. Мына өзім тапқанымнан мен бір атама берейінші. Ағайындар қарсы болмасаңыздар, мына менің өзім тапқанымнан осы балаға деп бата берген атамызға қолыма ілінгенін алып берем. Міне, ата, мынау сізге той иесінің атынан демек қояйын, мен өзім тапқанымнан батаңыз құр болмасын. Құр қолға бата жүрмейді дейді ғой. Ата, бата құр болмасын. Рахмет. Ал, аумин. Бір қол жайыңыздаршы, мен де бір бата берейін. Өз бата қысқа болу керек, бірақ мағыналы болу керек деп Еранғайыптың бір сөзін естіп едім. Сонда Бауыржан Момышұлы атамыздың бір сөзі есіме түсіп қалды. Бәуке, бір елдің батырысыз ғой, бата беріңіз, үйленген бала алдыңызда тұр ғой дегенде, ең қысқа батаны берген екен Бауыржан атам. Сол Бауыржан атамның берген ең қысқа батасын Бағдәулетке берейін. Аумин. Үйленгеннің алдарты осы болсын, қарағым. Келінжан, беліңді бекен буа бер, жақсының жолын қуа бер. Сен жақсы болсаң боласың. Айжан атты менің әпкеме мәңгілік алтын мұрагер. Айжанның жолын қуа бер. Осы әулетке қызмет жасап, қара көңірдектің санын көбейтіп, ұл мен қызды туа бер. Енді бетің ашылды, үйге кіріп беймір ал, посудаң чуа бер деймін. Келін үйге, қалған биге, бастысы той құтты болсын. Бірақ сәл тұра тұрыңыздар. Мынау ақша Бағдәулетке. Бағдәулеттің азаннан әбетке дейін күнделікті табысы осындай болсын деп бір қол соғып қояқшы. Күнделікті. Бағдәулет. Құдай қаласа өсіп өне беріңдер, көбейе беріңдер. Ал енді келін, сіздер үйге қадамдарыңыз оң болсын. Келін үйге, ағайын биге, билік жібер музыка. Күйзелгенде көңіл суық көрсететін өмір сүріп бұл аруамсың. Қабылдамай бір сыйымды үйрететін шын сүюді мұғалімімсің. Қызғанып та ұрысатын, ұрыспауға тырысатын әбігерімсің. Жүрегімді сезе алатын, ауырғанда жаза алатын